Сені эфирден халық соңғы рет Күнпатшаға эфирға келіп, Күнпатша екеуің бірге эфирден кетіп қалған кезде көрді. Сол кезде бір эфирдің сыртында да бір редакцияға сен бір реніштерің, ерекістерің болды деп естідік. Редакцияға ғой. Негізі мен шығар кезде олар мені жақсылап шығарып салды да, как мне показалось, олар Күнпатша некрасиво шығарып жіберді. Просто пайдаланды да, и мен через меня шақырып. Эфирден кеттіңдер, Күнпатша екеуің шығарып жіберді. Екеуің шығып кеттіңдер, одан кейін ара-қатынас негізі қалай жалғасты? Жаман жағылатын әңгіме болып тұр ғой. Эфирден тыс екеуміз жүре бастадық, бірге тұрдық. Сосын қазір заңды түрде расписаться еттік. Сондай жаңа. Құтты болсын. Айтып қалдың ғой, үйленбей тұрып бірге тұрдық деп, о жағын кім білді? Мысалы, сен үйіңдегілер білді ма, ол Күнпатшаның ата-анасы білді ма ол затта? Өте қиын нәрсе. Былай олай көрінгенмен, білемін, содан шаршадым ғой, мен өзім Инстаграмнан бәріне демалғым келді. Всем сәлем, не әңгіме YouTube жобасының тұрақты көрермендері. Бүгін бізде жаңа сұхбат. Енді шошқа шыңғыратындай жаңалығымен келген спикеріміз бар. Ол Атиш Олжас. Олжас, қош келдің. Қош көрдік. Всем салам алейкум. Қалайсыңдар? Қазіргі жағдайың қалай неге жалпы? Жалпы қазіргі жағдай жақсы. Былай онша айтарлықтай ештеңе жоқ. Бірден еді сен жаңалықтарынан бастамай тұрып, бір тарихқа оралсақ кішігірім. Сені эфирден халық соңғы рет Күнпатшаға эфирға келіп, Күнпатша екеуің бірге эфирден кетіп қалған кезде көрді. Сол кезде бір эфирдің сыртында да бір редакцияға сен бір реніштерің, ерекістерің болды деп естідік. Сол қаншалықты рас? Негізі мен эфир туралы айтатын болсақ, кімге ренжідің соңында? Ренжігенде редакцияға ғой. Негізі мен шығар кезде олар мені жақсылап шығарып салды да, видеомды істеп, Күнпатшаны олар енді некрасиво, как мне показалось, олар Күнпатша некрасиво шығарып жіберді. Просто пайдаланды да, и мен через меня шақырып. Негізі ол әңгіме былай болған ғой негізі. Маған звондайды, Дарчик звондайды. Біз Күнпатша екеуміз жүрдік қой, бірінші мен оған келдім, үміткер болып, потом ажырасып кеттік, сөйтіп жүрген кезде біз екеуміз технично кездескенбіз ғой. Содан кейін Дарчик звондайды, соны біліп қояды да, редакция маған звондайды, қазір келмесең Күнпатшаны эфирден шығарамыз дейді. И содан кейін мен барам. Все хорошо, енді мен подставить етпеймін оны. Сөйтіп барсам айтады, либо сен мен Күнпатшаны қазір әйелге аласың, либо оны шығарамыз дейді. Мен айтам, қуасыңдар ма? Басқаша әңгіме болды ғой деп. Хорошо деп келем, әдейі бізді негізі мен ол кезде 6:30-ға қарай келді деп еді ғой, мен негізі 3:30-да ма қалай звондады, сол кезде келгем, әдейі бізді мен айтатын әңгімелерім ұзақ болған негізі. Әдейі эфирдің артына тықты да бізді, уақыт қалмасын деп. И просто екеумізді қосты да, осылай шығарып жіберді. Сонда қосылай красавчик болып қалды. Біз жаман көріп қалдыңдар ма? Енді мен обидам сол болды. Нормально шығарып тастауға болатын еді негізі Күнпатшаны. Сол жағы мен кішкене қынжылтты. Атак ешкімге обида жоқ. Енді ол жаққа барғаннан кейін біз по-любому білдік қой. Басында да айтады. Любой нәрсеге дайын болып бардық, енді басында айтады ғой, кастингтан өткен кезде де осылай болады деп. Сол үшін атак ешкімге жоқ. Просто адамгершілік жағынан қараған кезде сол жағы болды кішкене. Просто адамгершілік нормально шығарып тастауға болатын еді. Жақсы. Эфирден кеттіңдер, Күнпатша екеуің шығарып жіберді. Екеуің шығып кеттіңдер, одан кейін ара-қатынас негізі қалай жалғасты? Жалғасты ма негізі? Эфирден кеткеннен кейін біз әлі күнге дейін бірге болдық. Эфирден қалай кеттік бірге. Біз как темная лошадка болдық, бізге ешкім сенген жоқ негізі. Бірге болады деп. И содан кейін менде кішкене эфирға обида болғаннан кейін мен уже көпшілікке салғым да келген жоқ. Жеке өмірімнің Инстаграм бәрін мен уже тоқтаттым да. Негізі бірақ сол уақыттан бері біргеміз. Тағы да енді оны екеуміз сөйлескенде айттың, біз негізі Күнпатшамен бас қостық деген сияқты. Сол жағын айтып берсең, қалай болды бұның барлығы? Қай уақытта болды вообще? Енді шықақ ештеңе саған жоқсыңдар? Жаман жағылатын әңгіме болып тұр ғой. Біз тәк эфирден кетті, Күнпатша екеуміз, мен оған айттым. Негізі олар одан кейін біз шақырған, жұп боп жаңа жылға шақырды, сол кезде мен өзім барым келген жоқ. Содан кейін мен айттым, енді олар дұрыс емес деген кішкене обида болды. Содан кейін эфирден кейін біз жүрдік кездесіп, уже қанша жыл, 2 жыл өтті ма. Содан кейін уже эфирден тыс екеуміз жүре бастадық, бірге тұрдық.
сосын қазір заңды түрде расписаться еттік. Сондай жаңа. Тосын. Қай күн айтсақ, қай күні бас қостыңдар, үйлендіңдер жалпы, не келесіңдер дегенім ғой. Қанша уақыт болды, например? Так, вот недавно біз одан кейін жүрдік жұп болып. Содан кейін қанша бір 3 ай болып қалды деймін. Жұп болып жүрдіңдер, 3 ай бұрын үйлендіңдер, заңды түрде. Заявка жібердік пока. Күтіп отырмыз енді. Бағана айтып қалдың ғой, үйленбей тұрып бірге тұрдық деп, о жағын кім білді, мысалы сен үйіңдегілер білді ма, күн патшаның ата-анасы білді ма ол затта? Әлде онда ешкім айтпады? Ешкім білген жоқ, оны. Ешкім білген жоқ. Вот расписаться кезде үйдегілер білді. Онда үйіндегілермен таныстық. Шок болды бәрі. Оға дейін ешкім айтпағанбыз. Достарым білді, жақын адамдар ғана білді. Сұрақты былай қойыңызшы, мақұл үйленгендеріңді айтқан жоқсыңдар, инстаграмға саған жоқсыңдар. Жүріп жүрген кезде неге инстаграмға салмадыңдар? Енді сендер инстаграм қолданып жүрген, қосаяқтың қатысушысы ретінде, инстаграмға более жақын адам ретінде. Енді ол жағына келетін болсақ, мен негізі эфирда жүрген кезде блогер болу өте қиын екен. Күнделікті салу керек. Мен өзім білмеймін, өзіме қарасам 6 ай отырдым ба, мен содан шаршадым ойдым. Оған өйткені настрой керек, настроение керек, көніге тұрып. Негізі ол өте қиын нәрсе. Былай көрінгенмен, білмеймін, содан шаршадым ойдым, мен өзім инстаграмнан бәріне демалғым келді. Содан кейін онда ештеңе салмадық. Значит, жүргізбей кеттің, иә? Инстаграмда жүргізбедім, басқа сфераға ауыстым мен. Сол жақта болды, тап содан кейін инстаграм вообще. Анда-санда былай өзіміз үшін салып қойдық. Жаңа айттың ғой, күн патшамен біз некеге заявка жібердік деп, одан кейін енді үйлену процесі тек қана некемен бітпейді ғой, жаңа құдалығы бар, ата-анамен таныстыру бар, солар болды ма негізі? Сенің ата-анаңмен танысу мысалы, күн патшаның ата-анасымен танысу деген сияқты? Олар заявка жібермей тұрып болған негізі танысқанбыз. Былай официально. Менің мамам осы жаққа келді, бірге танысты. Күн патшаның мамасымен таныстық. Енді одан кейін енді асықпай ғой, бәрі жай-жай болады. Дальнейший тойға дейін может барамыз. Қалай өтті жалпы таныстыру барса, өте мықты өтті ма барлығы? Ешқандай мәселелер болған жоқ па? Мысалы енді біз эфирда жүрген кезде, үйленер кезде міндетті түрде бір мәселелер шығады. Өмірде де мысалы. Ондай мәселелер болды ғой. Енді күн патшаны эфирдан білеміз ғой, қандай адам екенін. Соны халықта ойлайды оны. Там не дейді? Ұрысқақ, анау-мынау деп ойлайды. И менің мамам да тура сондай мнениеде болды да. И мен айтқан кезде ол маған қарсы болды негізі. Не қыласың деген енді. Енді бірақ өмірде мен айттым, ондай емес десең, бірақ любой адамға айтсаң, ол сенбейді да қазір. Бірақ өмірде таныстырып сөйлескеннен кейін айтты, эфирда үлкен көрінеді деп. Бәрін айтуы сондай да, бірақ өмірде кішкентай апар қыз екен ғой дейді. Сол мамаммен таныстырдым, содан кейін танысқаннан кейін бәрі нормально, қарсылық жоқ ешқандай. Күн патшаның ата-анасы сені қалай қабылдады? Күн патшаның мамасымен ғана таныстым мен. Мамасымен, сестрасымен. Өте жақсы кісілер, мамасы. Мамасы вообще басқа адам. Күн патшаның мінезі ана папашаны тартқан. Сондай екен. Мамасы өте жақсы, балам деп жақсы қарсы алды. Біраз жерлерге барып, тамақтанып, сестрасы да вообще басқа адам. Более ашық сондай. Сол некелескеннен кейін барып айттыңдар, бірге тұрдық деп осыған дейін. Ол кезде қандай реакция берді елдер? Енді ол кезде енді қазақтарда менталитет сондай ғой енді. Иә. Гражданский бракты қолдамайды. Но енді біз более қандай қалада өскеннен кейін солай болды енді. Оған айтқанда да кішкене шок болды, бізге айтуларың керек еді. Неғып айтпадыңдар, не істеп жүрсіңдер дегендей әңгіме болды. Енді не істеймін енді бәрін айтып, осылай түсіндіре келе, түсінді енді бәрі. Осы үйленгеннен кейін барып 3 айдың ішінде бір үлкен бір ұрыстар болмаса бір ажырасатындай жағдайлар болды ма? Всегда күніге болады андай. Енді білесіңдер ғой енді күн патша мінезінде менің де мінезім өте андай қызу болғаннан кейін оңай. Күніге ұрсамыз біз. Күніге ұрсамыз. Майда шүйде ұрсыздар? Майда шүйде, енді одан кейін білмеймін, айтуға бола ма дес. Ондай ажырасуға дейін барған болған мәселелер. Соны қалай шештіңдер, сол қызық болып тұр маған. Өткенде мен саған бір хабарласқанда, сондай бір ситуацияда жүріп дедіңдер, соны қалай шештіңдер, сол қызық болып тұр. Енді сол мен кетіп қалдым, мен ұрыстық. Шаршадым ба сондай ситуациядан. Басқа жаққа кетіп қалдым. Жаңағыдай болады ғой енді еркектер қыдырып кетеді.
Содан кейін 2 аптадай ма жүрдім, сөйлеспедім, звондамадым. По-любому білмеймін, бір бауыр басып қалғандықтан ба, бір сондай болды, сағыныш. Сосын бардым міне, осылай да осылай. Үйге қайттан бардың? Иә. Басын салбыратып. Барып сөйлесіп. Енді басқа жүрген нәрселерім бәрін айттым, енді қабылдады. Не істейміз енді? Отырып бетпе-бет сөйлестіңдер, Иә, сөйлестік, осылай да осылай, осындай ұнамайды. Ол өте ондай ұсақ түйек зат, енді слишком қызғаншақ та. Отырып просто бір, мысалы, біреу сообщение жазып қалса, содан ұрысып қалуымыз мүмкін біздің. Сондай. Сол енді қазір вроде жақсы келатқан сияқтымыз последний күндер. Құдайға шүкір. Мен бір байқағаным, мысалы, біз барлығымыз басымыздан өтеді, жүріп жүрген кезде, үйленген кезде, Инстаграмда подпискада қыздар тексеру деген бар да, қыздарда. Мысалы, біздің Айжанда да сондай болған, мынаға не үшін подписансың, мына қыз не үшін тұр деген сияқты. Мен сенің Инстаграмға кіріп қарап шықтым да, подпискаңда қыздар көп екен негізі. Солардың бұлай көп патша не істемей ма, қызғанышын білдірмей ма? Сен не үшін мына қызға подписансың деген сияқты. Қыздар аз емес ол жақта. Негізі, қыздарға болған подписан. Бірақ енді мен басында тұрған кезде айтамын, ол жақта не коллегаларым бар, бұрынғы таныс, дос қыздар болғанда енді таныстарым ғой. Сөйтіп айттым мен, осылай да осылай. Олар енді сұрайды, енді қызғаным, жүргенсің бе, жүрмегенсің бе деп. Жоқ дей бересің ғой. Негізі жүрмеген қыздар ғой, енді таныс қыздар, коллегаларым, енді бәрі біз бишілер болғаннан кейін сондай. Қыздарды қарап мен айтамын, осылай да осылай, оның жігіті бар деп. Анда отписка жаса деген сөздер болмай ма? Отписка жаса деген 2 апта бұрын оралсақ, сол жақта бір басқа қыздарға негізі подписаться еткем, негізі солардың бәрінен отписка. Последнийлары. Ақыры шығып кеттің. Жақсы. В общем, мен байқаған бойынша, халық та байқады деп ойлаймын. До такой степени қатты асып кеткесінен бұрынғыға қарағанда. Бұрында енді ботқа емес едім, бірақ сонда да средний едім. Прям уайымың көп па? Уайым бар, білмеймін енді өзім последний время сондай проблемалар болды, аварияның жағдайы, сондай қиындықтың үстінен қиындық түсе берді, содан кейін шығар, может. Енді қайтадан формаға келіп отырмын, тренировка. Алдында бір жол апатына түстім дедің. Сол қалай болды, сол жағын айтып берсең? Ол енді мен біздің ЖК-ны білесің ғой, парковка азды. Соны сол жерге қойып кеткем. Сөйтсем, менттар соседтер звондаған ғой. Негізі, по идее, машина өтетін жер болған. Соседтер звондап, менттар шығарып номерім шешіп кеткен түнде. Сол погода деген андай жаңбыр жауып тұрған ғой. Алдыңғы номерім шешіп кетті. Сосын ой деймін да, аз таңертең жұмысқа асығып бара жатырмын, еще бізде концерт болатын сол күні. Өзім бүйтіп кеш ұйықтап 11-де ма тұрдым, кешігіп бара жатырмын. Сөйтсем номер жоқ. Не істеймін, Медовский рудаға барам деп. Сонымен енді арамай ғой, номер жоқ. Ойлаймын ғой, енді камералар мені түсірмейді ғой бәрі. Сондай арамай келеді, енді тапит ете берейін камералар. Өйтіп Аль-Фарабида тұрамын ғой, 80 ғой жоқ. 80-нен білмеймін, не үшін өйтіп қатты неғамды. Енді сөйтіп бастым, алдыңғы номер түсірмейді. Қатты келе жатқам, бір енді алдымдағы енді Мерседес. Нормально. Сол әйел кісі екен. Поток мысалы андай 300 метрде тұр, алыста тұр. Ана әйел кісі 300 метр мен енді соған бір жақындап тоқтайды деп ойлап отырмын ғой. Анау 300 метр ма 400 метр қалғанда резко тормоз басады. Мен қатты келе жатырмын артынан. Мен қашып та үлгермедім, жабысып келе жатқам ғой. Сонымен тормоз басты, артына кіріп кеттік сөйтіп. Солай атак аман есен өзі бәрі. Сен машинаға беріп құтылдың, Машина бердік, Машина сол состоянияда, аварийный состоянияда. Енді олар енді заряжать етті, 800 мың дейді. Бірақ оның фары 200 мың тұратын білмедім. 2 фары, үшін біраз нараз. Сонымен енді сол жерде шешу керек болды. Өйткені гаилар там скоро шақырса проблема болып кетеді деп ойладым да. Машинаның атын аударып бердім, сонымен жаптық теманы. Бірақ қайтадан машина болыпсың? Бұл 3-ші машина. Жалпы осы үйленгендеріңді адамдардың ауыздарынан, қатысушылардың аузынан естідік негізі. Редакция тоже естіді. Сендерге бір хабарласып, үйлену тойларың бізде жасасаңдар қалай болады деген сияқты бір ұсыныстар болмады ма? Ол жағын білмеймін, редакциямен вообще ешкіммен сөйлеспеймін. Шығатын болса, күн патшаға шығады. Білмеймін, сондай әңгіме болды деймін. Оның өзінен сұрау керек, нақтылап ұмытып қалыппын. Бірақ негізі звондап, құттықтауларын айтып, шақырған болатын. Бірақ той туралы білмеймін. Просто эфирге шақырды, айтып, эфирға келіп, жаңалықтарын бөлісіп кетіңдер деп айтқан болатын. Мен сөйлесем деген мен енді білмеймін, көреміз, может барамыз. Пока ондай план жоқ.
түсінікті. Бұрын негізі Қостанайға келген кезде мамандығың биші негізі сенің? Хореограф. Хореограф. Қазір сол мамандықпен жұмыс істеп жатсың ба? Иә, сол мамандықпен. Ол основной жұмысым, мен театрда жұмыс істеймін. Сол жақтамын. Зарплата қанша құпия болмаса? Театрда жұмыс істейтін бишілердің зарплатасы? Енді ол ешкімге аз, өте аз. 160 мың, 180 мың солай. Содан басталады? Жоқ, енді максимум. Орташа есеппен ба? Жоқ, 160 мыңнан басталады, стажға байланысты, несі байланысты. Мен максимум бір 250 шығар, ары кетсе 250 мың. Одан білмеймін. Основной жұмысым биші деп айтып қалдың ғой, қосымша қандай табыстар бар? Тағы неменен аласың? Қосымша жұмыстар көп негізі. Так, айта беруге болады ма? Айта бер. Құпия болып қалсын, бірақ қосымша жұмыстар бар. Ол не жасыратындай жұмыс па не? Жасыратындай жұмыс. Спецназ? Нелегал. Енді эфирде жүрген кезде, негізі былай машинаң, көлігің болмаған етін, мен байқауымша. Кейін енді көлік алыпсың, жалғыз емессің, басың екеу болып жатыр, Вообще әлеуметтік жағдайың қандай деңгейде қазір? Отбасылық өмірде енді көбірек ақша кетеді ғой? Иә, көбірек. Бұлай екен ғой. Иә, ол эфирға дейін жас болдық, өз басын қара басымды асырасақ нормально деп сондай немен жүрдім мен. Бірақ екі басымыз екеу болғаннан кейін табыс көбейді, бірақ расход та көбейді ғой. Тура солай. Үйдегі ақшаны кім ұстайды? Мен ұстаймын. Екеуің де ақшаларыңды ма? Екеуімде болғанда иә, Күнпатша өзінің ақшалары өзіне боянады, несі бар. Мен өз ақшамды өзіме кейбір кезде беремін. Мысалы, үйге продукты керек болды, кімнің ақшасынан жаратасыңдар? Менікі не? Күнпатшаның ақшасы қай кезде жаратылады ол? Күнпатшаның ақшасы бір орта касса болу керек емес пе деген бұл? Ондай дәрежеге біз шықпадық әлі. Бірақ білмеймін, мен одан ақша өйтіп сұрамаппын. Негізі. Бір расходтарды основном мен жабамын. Так, екеуміз бір жұмыс істеген кезде, сол кезде бірге жарататынбыз. Так, негізі кассаны мен ұстаймын. Жалпы ақша жақсы жарата аласың ба? Бәріне жеткізіп, үнемдеп дегендей? Жоқ, мен ондай емес. Мен ақшаны негізі жарата алмаймын. Есептеме жаратып жібересің? Иә, мен андаймын ғой, біреу сұраса мен беріп жіберуім мүмкін де. Добрый болып, өзіме там, мен қалады ғой, нормально деп. Солай. Қайтармай жүрген қарыздарымды қайтарыңдар айтып көріп отырсыңдар. Негізі қарызды қайтармайтын адамдар өте көп. Көп ондай енді. Алғанға дейін жаныңды қоймайды да, алғаннан кейін жаратып жүргеннен кейін жоқ, короче, пропажа. Еще сұрауға да ұяласың ғой. Ей, өзің ақшаң емес сияқтыны, брат, бересің ба деп. Как будто сен оған қарсы сияқтысың. Қайтарыңдар, Негізі қойын деген сұрағым бар тағы да біреу. Сені ешқандай бір Инстаграмға қатты көп бөліспейсің өміріңді ше. Бірақ енді көрген кезде позитивті жүретін жігітсің. Бір өміріңде бір кем дүние бар ма? Бір әттеген-ай дейтін, бір отбасы жағынан болсын, бір жетпейтін зат бар ма сенде? Так, ондайлар болады ғой по-любому. Да, кейбір кезде қаражат жағы қиындау. Алматының өзі тұрудың өзі қиын. Енді бірақ ондай бір өкінетіндей нәрселер жоқ. Бірақ Құдайға шүкір достарым бар, туыстарым бар дегендей ғой. Денсаулық жақсы? Денсаулық жақсы, иә. Денсаулық жағынан айтпай осы. Оны бір 2 жыл бұрын ба ауырған болатын асқазанмен. Қазір одан ондай проблема жоқ. Сол. Сен біздің эфирде жүрген кезде бір қызбен сөйлесем деп па, содан кейін шығып кеттің сен эфирден, есімде? Бұрынғы қызыңмен сөйлесем деп па бір нәрсе? Жоқ, оны шақырдым. Оны шақырдым, бірақ келмеді. Келмейтін болды. Бірақ ол емес ол себеп по идее, ол болған жоқ. Мен негізі жұмыс, білесің ғой енді эфирде отырғаннан кейін там қаражат жағы, үміткерлер еще көп келуші еді ғой. Үміткерлерді қыдырту бар. Әр үміткерге 10-15 мың кетеді. Иә, и то ол әшейін бар бір ужин ішсең. Содан кейін не бар тағы? Квартираң бар, жолың бар, тамақ киімің бар. Соның бәрі уже маған 6 айға жетті ғой. Өйткені мен эфирде жүрген кезде мен театрдан без содержания жазып кеттім. Параллельно жұмыс істей алмадым мен. Өйткені эфирдің уақытында білесіңдер. Бірақ анда енді там реклама анда-санда келіп тұрды.
Одан бөлек енді қаражат жағынан қиналдым өте. Қысылып кеттің? Қысылып кеттім мен. Содан кейін мен жұмысқа бару керек деп солай келісіп шығып кеттім. Түсінікті. Мынау мемлекет туралы бір саясат туралы бір екі сұрақтар қойайын. Жалпы негізі мемлекетте болып жатқан дүниелер, әлі жаңа Қазақстан құру деген сияқты сондай саясатқа араласатын бір саясат туралы бір информациялар болса ақтаратын, жаңа заңдарды қарап отырған адамдардың қатарындансың ба? Енді үміт бар ғой, жаңа Қазақстан, жаңа ауысу керек деп, бірақ ондайға сенбеймін. Жаңа Қазақстан бүкіл тамырымен алып тастамайынша адамдар бар ғой, өзге мен сияқты. Өйткені мен қанша рет кездестім жолда мысалы қазір. Ол біздің адамдардың қанына сіңіп кеткен уже ше. Жемқорлық. Жемқорлық қой, сол проблема. Мен уже қанша рет ұсталдым мен. Өзім стараюсь, жол полицейский көріп отырса танып отқанша. Қанша рет былай без причины ұсталдым мен. Өзімдікінде тұрып до конца. Бірақ сонда да қазір ол ауысты дегенмен ол түп тамырымен жұлып тастамағанша ол ауыспайтын сияқты. Бірақ үміт бар енді. Оған да біраз жылдар керек қой. Жалпы өзіңнің алып жүрген айлық қаражатыңа көңілің тола ма? Жоқ, толмайды. Сол үшін біз қосымша жұмыс істейміз ғой. Айтпақшы анау, біз перекуппен айналысқан мен. Перекуппен. Машина алып сатумен. Машина алып сатумен. Солай бастағанбыз. Мына жақта досым екеуміз, Мейрамбек көріп отырсаң. Ассалаумағалейкум. Сол екеуміз, дос бала екеуміз бастағанбыз. Бірақ жаңағы аварияның кесірінен ол теманы да кішкенеміз. Қазір уақытша кідіртіп қойдық. Минусқа кіріп кетейін деп қалдың ба? Минусқа. Минусқа кірдік, миллион теңге минус болды. Басында білмей алып қойып, асығыспен андай. Перекуптар түсінетін шығар андай. Выгорание, вот, іздейсің, машина таппайсың ше. Ананы іздейсің, уже шаршайсың адам ше. Уже бір ай өтті, машина жоқ, не істеймін деп. Доход жоқ. Доход жоқ. Бір бәле істеу керек. Асығып барып біреусіне қадаласың. Оған еще минусқа кіресің ғой. Сондай біреусіне түстік. Оны шығарып енді ары бері сат. Енді нормаль болып кеткен кезде жаңа авария болды. Енді сол енді. Құдайға шүкір енді. Қайтадан бастаймыз. Болашақта редакция шақырса эфирге бару мүмкін деп бағана айтып қалдың, әлде ренжіп жүрсің ба? Енді ол ренжіп өтеді ғой, барып қалуымыз мүмкін қонақ ретінде. Ол жақта енді мен де түсіндім енді. Ренжігеннен ештеңе ұтпайсың онан. Просто енді сол жақтан қазір мысалы көшеде де таниды. Былай қарасаң, сол Қосылайықтың арқасы ғой. Мен бірақ ол жаққа бүйтіп, ойбай хайпавать етем, ойбай блогер болып кетем деп барған жоқпын. Просто отырдым үйде, өзімде болды. Енді Қосылайық мен достарым да екінші неде отыратын достарым бар да. Таныстарым да енді. Бір болайықта отыратын? Бір болайықта отыратын таныстарым бар. Сосын просто мен өзіме қызық болды. Мен барсам қандай адам болады екен. Бардым, галочка қойдым, көрдім. Жоқ, как болды. Өзім үшін алдым да мен. Ол жасаған енді мен өзімнің көкейімде жүрген, халықтың көкейінде жүрген сұрақтарды қойдым негізі. Шынайы жауаптарыңа рахмет айтам. Сұхбат барысында қанша процент өтірік айттың? Өтірік болған жоқ бар. Жақсы. Жасырып қалған шығармын? Өтірік. Бәрі. Саған келгеніңе, уақыт бөлгеніңе көп рахмет айтам. Күн патша екеуің бақытты өмір сүріңдер, көп балалы отбасы болыңдар деген біледі. Сол себепті. Құрметті көрермендер, бүгін біз Олжаспен ашық сұхбат өткіздік. Біз келесі эфирде Күн патшаны эфирге қонаққа шақыруға тырысамыз. Видеомыз ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жазсаңыз болады. Астына кім келсін, тоже жазсаңыз болады. Олжас, саған рахмет. Бүгін біздің интервьюіміздің өтуіне көмектескен Why-Not бар, Алматы қаласы, Жамбыл 77, тағамдары өте керемет, келсеңіздер болады. Біз осы мейрамханадамыз. Мейлі, рахмет, от души.